алдыңғы сабақта айнымалымен танысқан болатынбыз. Айнымалының негізгі мақсаты, айнымалды жазудағы оның ұстанатын ережелер. Одан бөлек айнымалының екі маңызды негізгі типтермен таныстық. Ол стринг сандар типі. Одан бөлек біз көмекші инструменттермен танысқан болатынбыз. Оның бірі консоль браузері және екіншісі typeof операторы. Одан бөлек бізде ақпарат кез келген форматта болады. Әртүрлі форматта болғаннан кейін сәйкесінше бізде типтер ойлап табылады. Солардың басқа да типтері бар айнымалының. Олар мысалы boolean деген тип бар, undefined деген тип бар. Одан бөлек мысалы symbol деген сияқты типтер бар. Енді бүгінгі сабақта біз бұйырса undefined пен танысамыз, және де біз boolean типімен танысамыз. Мысал ретінде оны түсіну үшін мына жерге біз өзіміздің мысал келтірейік. Біз алдыңғы мысалда өзіміздің студенттің аты Диана дедік және оның жасы 23 дедік. Ал енді келесі мысалда біз мысал ретінде is student, is Diana student деп қояйық. Диана бізде студент болғандықтан біз оған true деп қоямыз. Қарасаңыздар, біз өзіміздің басқа да мына бір басқаша болып тұр мәні. Бұл сан емес, бұл string емес, бұл мындай true сияқты мән болып тұр. Бұл біздің booleandық тип. Бұлардың екі қана мәні болады. Boolean типі. Бұлар бізде тек қана екі мәнді болады. Не рас болады, true, не өтірік болады, false. Мысалы, Диана ханым бізде студент болғандықтан біз оған true дейміз. Көріп тұрғандай, және бұдағы бір тағылып ұстанатын бір ережелер. Мына жерде бізде is деген сөз, is және Диана студент. Boolean бізде жалпы рас па деген сұраққа жауап береді. Сол үшін is деген нәрсені қолданамыз. Немесе басқа да түрлері бар. Has, is. Мақсаты осында is деген алдына префикс қоятын болсаңыздар, түсініктірек болады. Енді біз Диана студент па деп отырмыз. Және де мысал айтақ let, қалай айтсақ болады, тағы да бір мысал келтірейік. Мысал ретінде біз екінші мысал келтірейік. Is Diana loves book, кітапты жақсы көре ма? Диана кітап оқығанды жақсы көре ма деп тұрмыз. Диана кітап оқығанды жақсы көреді. Және let мысалы is Diana tall, яғни Диана ұзын ба? Мысалы жоқ, бізде Диана ұзын емес деп айтайық. Мысал ретінде Диана бізде ұзын емес болғандықтан біз оған false деп қоямыз. Мәні қарап тұрсаңыздар, осындай біз өзіміздің айнымалының типімен таныстық. Басқа ақпараттың типі бұл мақсаты, яғни true false қана. Бұның мақсаты рас өтірікті анықтау үшін бұл флажок ретінде жұмыс істейді. Енді келесі тип бұл бізде undefined. Егер де біз мысал ретінде былай істейтін болса, let student мысал ретінде name, last name деп қалдыратын болса, бізде мынаны браузерға көретін болса, console.log student мынаны копировать жерге вставить дейміз. Өзіміздің браузерді ашайық. Қарап тұрсаңыздар, бізде соңында undefined деп тұр. Демек, оның мәні белгіленбеген немесе анықталмаған. Біз қандай да мысалы айнымалды құрып оған мән бермесек, оның бастапқы мәні undefined болады. Бастапқы мәні undefined. Осы достар. Бұйырса бүгінгі сабақта тағы да біз бір мәселені анықтаймыз. Бізде достар айнымалы құрудың үш жолы бар. Біріншісі ол var, екіншісі let, үшіншісі ол бізде const. Қарап тұрсаңыздар, алғашқыда осыдан 10 жыл, 20 жыл бұрын JavaScript разработчиктер тек қана var деген кілте сөзін қолданған. Бұны айнымалын құру үшін осы кілте сөзін қолданған varды. Бірақ заман өте келе, уақыт өте келе көп нәрсе өзгерді, дамыды, фронтенд әсіресе, және бұның көптеген кемшіліктері болды. Бірінші кемшіліктері бұл блочный видимость деген нәрсе бар. Екінші кемшілігі бұл типтардың өзгертуі, мәннің өзгертуі, айнымалы мәннің өзгертуі, яғни
сол сияқты нәрселер болғандықтан let деген біз екінші кілті сөзді ойлап тапты. Қазіргі таңда біз осыны қолданамыз. Және де const деген бар. Бұл const көбіне константаны құру үшін керек, арнайы бізде кілті сөз. Константа деген не? Константа деген нәрсе, мысалы пи деген біз білетін болсақ, пи 3-14-ге тең. Бұның мәні ешқашан өзгермейді. Мысалы const пи 3-14 дейтін болсақ, біз бұның мәнін былай алып пи және тең 5 деп осылай істейтін болсақ, 5 деп бізде браузерда бұл strict mode режимінде ұрсады. Strict mode деген сөз қатал режимде бұл браузер ұрсады. Яғни біз константаны өзгерте алмаймыз. Біз константаның мәнін өзгерте алмаймыз. Мысал ретінде айталық бүгінгі не болуы мүмкін? Пи деген мысал бүгін 3-14, мұның мәні өзгеріссіз. Мысалы су қанша градуста қайнайды? 100 градуста қайнайды, 100 градус. Бұл да пи. Және екінші бұл жерде назар аударатын нәрсе, бізде константа айнымалын құрған кезде оның барлығын осындай үлкен әріппен жазған жақсы болады. Бұл деген сөз басқа разработчик көретін болса, бұны алдында бұл константа тұрғанын біледі. Біз константа бұл константа, яғни мәні өзгермейді. Өзгермейтін айнымалы. Осы константа дедік. Және екінші ереже константа да үлкен әріппен жазылады. Достар, осы біз бұл сабақта тағы да екі типпен таныстық. Undefined және де бульондық тип, true false типі. Одан бөлек біз мына бір айнымалының үш құру жолымен танысқан болдық. Var, let және const.